Сәлем достар, сіздермен бірге астрономия және технология каналы және достар, бүгінгі видеомызда сіздермен бірге Нептун планетасын зерттейтін боламыз. Жалпы Нептун планетасы жайлы қызықты деректер, ақпараттар айтып кететін боламын. Олай болса, біз бастаймыз. Достар, видео басталмай жатып, каналға лайк басып, жазылып кетулеріңізді сұраймын. Нептун планетасы күн жүйесіндегі ең шеткі планета. Ол күннен 4,5 миллиард километр қашықтықта орналасқан. Бұл планетаның қашықтығы ең алғашқы рет математикалық жолмен санап шығарылды. Салмағы және тығыздығы. Нептун күн жүйесіндегі төртінші үлкен планета. Оның экваторлық радиусы 24759 километрге, салмағы 10,243 мың километрге тең. Ол жерден шамамен 17 еседей үлкен. Нептунның ашылуы. Нептун планетасы ерекше жолмен ашылған. Уран ашылғаннан кейін астрономдар планета орбитасын анықтауда қиындықтарға беттесті. Олар планетаның өз орбитасынан кішкене жылжығанын ағылшындық астроном Джон Куч Адамс пен француз астрономы Урбен Жан Жозеф Левер мұндай өз орбитасынан ауытқуы жақын маңында орналасқан басқа бір планетаның гравитациялық тарту әсерінен болған деген тұжырымға келді. Адамс пен Левер Нептунның орналасуын болжаған, ал Йоган Готфрид Галле мұны ең алғашқы рет 1846 жылы байқады. Нептунның атмосферасы. Нептун атмосферасы негізінен сутегі 80% тұрады. Гелий 18,5% және метан 1,5% тұрады. Уран секілді құрамындағы метан планетаның жасыл түсті болуына әкеліп соғады. Айналым және шеңберлі қозғалысы. Нептунның өз осіне айналуына 16 сағат 7 минут, ал күнді айналып шығуына 165 жыл кетеді. Демек, Нептунның бір жыл жердегі 165 жылға, ал бір күні жердегі 16 сағатқа тең екенін білдіреді. Нептунның сақиналары. Сатурн мен Уран секілді Нептунда да планеталық сақиналар жүйесі бар. Алайда Нептунның сақиналары Сатурн сақиналарынан әлдеқайда жіңішке келеді. Сақина жүйесіндегі 6 жіңішке сақинадан тұрады. Олар ерекше қара бөлшектерден және микроскопиялық шаңды үлкен бөлігінен тұрады. Сақиналардың бар екенін 1989 жылы Voyager 2 ғарыш станциясы дәлелдеді. Екі шеткі Адамс сақинасы бостандық, теңдік және отан деген үш доғадан тұрады. Желді планета. Нептун планетасы желді планета деп те аталады. Нептун күн жүйесіндегі ең желді планета. Өте күшті дауылдар кезінде желдің жылдамдығы сағатына 1930 километрге дейін жетеді. Жермен салыстырғанда жерде жел күннің ыстығы әсерінен болатын, Нептунда да жел өзінің ішкі ыстығының әсерінен болады. Астрономдар Нептунда болған бірнеше дауылды байқайды. Нептун және мифология. Рим мифологиясында Нептун Сатурнның баласы, Юпитер мен Плутонның бауыры. Ол су мен теңіз құдайы болған. Сонымен қатар оған жылқы құдайы ретінде табынған. Міне достар, бүгінгі видеомызда сіздермен бірге Нептун планетасын қысқа уақыттың ішінде түсіндіріп өттім деген ойдамын. Достар, егер видео ұнаса, қазақша контент ұнап жатса, лайк басып қолдап кетейік. Келесі кездескенше достар.